00:58-52 сағатта сіз кассадан маңынан сол қолыңызға бір нәрсе алып, дүкеннің есігіне қарай жүгірдіңіз. Сол кезде дүкеннің ішінде 2 қыз және 3 жігіт тұрған болатын. Сол қандай нәрсе болды? Нақты айта алмаймын, есімде негізі ашу болды. Бірінші показанияда айттым, жазылды оны. Ана бейне жазбада бір зат алып шықтыңыз ба? Айттым ғой, жаңа 2 қыз 3 жігіт тұрған кезде ол жерде байқамадым деп. Есімде жоқ ол жерде. Мен пышақ алған жерім сол Нұрболмен шыққан кезде ғана пышақ алып шыққым болды. Қалған жерде есімде жоқ, ашулы болды. Келесі тағы бір сұрақ қойдым. Дүкеннің ішінде басқа да пышақтар бар ма? Болмау керек. Басқа жоқ па? Болмау керек. Сіз нақты айта аласыз ба? Болмау керек пе? Жоқ. Мен дүкен постоянно болмадым. Жерде дүкенде жолдасым қарағасын. Бірақ ана қасапқан адам етті ол жерде болу керек. Ет қой, етті қарасын. Ал магазинде дүкенде мен білетін сол бір ғана пышақ столовый. Сосын мына Нұрболмен бірге дүкеннен шығатын кезде сол жерде қолына пышақ алды деп отырсыз. Не себепті алып шықтыңыз? Ол өзі пышақпен кірді, мені қалтасынан көрсетті. Ол бейне жазбаға түспей қалды. Жоқ, бейне жазбаға сәйкес сіз Нұрболға емес, керісінше сыртқа шығып басқа сол жерде тұрған адамдарға қарап айтып. Мен бірінші Нұрболға айттым. Сен пышағыңды бір жерге тығып қой деп. Жаңағыдан айтып, кетсеші сен, болды ғой уже болатыныз. Сен алып қайта-қайта келе бересің деп, мен соған ескерттім. Оған мен пышаққа алып жүгіргенім жоқ, қолымда тұрған пышақ. Мен оған түсіндірдім ол жерде. болды ғой, қайта-қайта келе бересің, түсіндіріп айттым. Не керек деп мен түсіндіріп айттым. Онда сол қазір оқиға орнына мына біздің тұрған жерімізден қалай бару керек екенін білесіз ба? Иә, білемін. Онда сол жерге барайық. Сол жерде өзіңіз бағанағы пышақ тұрған жерді көрсетіп бере аласыз ба? Басқа мән-жайын. Бір жетте болды магазин бар. 10 күнге уақыт. Сол тұрған жер қойып, оны алып кеткен. Сол жақсы, онда осы жерден қазір қатысушылар басқа сұрақтарыңыз бар ма? Осы жерде? Осы жерде жоқ, осында жоқ.